машинкамды дайындап қойдым. Тігіс түрі түзу тігіс А және тігістің ұзындығы 2 мен 3-тің ортасы 2,5. Арт жақтағы вытычканы тігемін. Инені түсірдім. Біз әрқашан мына жуан жағынан бастаймыз, мына жіңішке жағынан аяқтаймыз. Жуан жағына закрепка береміз. Жіңішке жағында закрепка бермей, түзу тігіс тігіп шығып, қазір түйіндейтін боламыз. Лапканы түсіремін. Алдыға жүріп, закрепка беріп, тігуді бастаймын. Соңына жеткен кезде закрепка бермей, түзу мына жерге шейін тігіп шығамыз. Матамыз тартамыз, қиямыз. Қосымша осындай жіп қалдырамыз. Осыны ашып, түйіндейміз. 1, 2. Осылай 2 түйіндесек жеткілікті. Артық жіпті қиып тастаймыз. Мінекей осындай тігіс пайда болады. Енді қалған үшеуінде тура осылай қайталаймыз. Мынау бізде артқы бойдың сол жағы. Әрқашан вытычка мынау ортаға қарай жатады. Жанына емес, мынау әрқашан ортаға қарай үтіктейміз. Бірінші оң жағынан, сосын сол жағынан, содан кейін сол жағына үтіктеп бастырамыз. Мына ортада дөңгелек тесік қалып қалмау керек. Осы жерде үтікпен қазір жатқызамыз. 1, 2. Мына жерде осындай ауа қалмау керек. Содан кейін осылай жатқызамыз. Мына жердегі жаңағы иреленгеп тұрған маталар жатты, және вытычкамыз әдемі ішке қарай жатады. Сыртынан осылай. Содан кейін сыртынан осылай үтіктеп шығамыз. Мынау алдыңғы бойдағы 2 вытычка бір-біріне осылай қарап жатады.